және теңсіздік туралы көп нәрсе білді. Енді осы сабақта мен сендерден бұл туралы не білгендеріңді өзім үшін білгім келеді. Қазір мына жерде бізде жетістік жолы тұр. Жетістік жолы 4 нүктесінен тұрады. Біріншісі білмеймін, екіншісі білемін, үшіншісі түсінемін, және төртіншісі басқаларға көмектесе аламын. Қазір сендерге бір сәл уақыт беріледі. Сіздер осы нүктеге өзіңізді қай жерге қоясыңдар, сол жерге барып тұрасыңдар. Бірінші барлығымыз нүктеге қарай, қанеке. Бір сағат минут ойланайын. Қай жерге тұрасыңдар екен? Ал енді бастап тұра қояйын. Менің байқауымша, сендер өз орындарыңды анықтап алдыңдар. Енді өз орындарында есте сақтап алыңдар. Өйткені сабақтың соңында біз бұған қайтып келеміз. Жақсы ма? Ал енді қарайтын болса, санап шығайықшы. Бірінші орында бізде неше бала тұрған? 2. Екінші орында неше бала тұр? 3. Ал енді үшінші орынға қарайық. 3 бала. Және 4-ші орында 4 бала. Ал енді әрі қарай балалар тыңдаймыз. Міне, мен жазып қойдым. Сабақтың басында әр нүктеде неше бала тұрған. Осыған біз сабақтың соңында қайтып келеміз. Қазір сендер орындарына отырасыңдар. Отыра қойыңдар. Балалар, егер сендер парта үстіне қарайтын болсаңдар, сендерде бірнеше карточка бар. Карточкалар мен түстер осы нүктенің түстеріне сәйкес келеді. Карточканың артында бізде тапсырма бар. Мұқият тыңдаңдар. Қазір сендер өздерің қай нүктеге тұрдыңдар, соған сәйкес келетін карточканы аласыңдар да орындайсыңдар. Бірақ мұқият болыңдар. Егер білмеймін деген бала, оқушы бірінші тапсырманы орындап болса, онда білемінге ауысады. Түсінікті? Кімге тапсырма түсініксіз? Сендерде сигналды карточкалар бар, сол сары түсті партаның үстіне қойып қоясыңдар. Мен сол баланың жанына келемін. Жақсы ма? Бастаймыз. Қалыптастырушы бағалау әр оқушының даму аймағын анықтауға және қажетті деңгейге жетуде қай бағытта жұмыс жасау керектігін айқындауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, оқушылар бағалауға белсенді қатысып, бір-бірін және өзін бағалайды. Өзін-өзі бағалау оқушыларға күтілетін нәтиже негізінде өзінің танымдық әрекетін талдап, жетістіктерін анықтауға және өздігінен оқу дағдысын дамытуға мүмкіндік береді. Бұл өзіне сенімді, тәуелсіз тұлғаны тәрбиелеуге ықпалын тигізеді. Балалар, уақыт аяқталды. Қаламдарыңызды қоямыз, карточкаларыңызды қоямыз. Партаның үстінде сендерде бағалау парақтары бар. Осы бағалау парағында бірнеше жетістік критериялар бар. Сендер өздерің орындаған тапсырмаларың бойынша осы жетістік критерияларын анықтауға керексіңдер. Қайсыны сендер орындадыңдар, қайсыны орындамадыңдар. Жақсы ма? Бір минут уақыт бердім сендерге. Балалар, енді әрқайсымыз осы өзіміздің бағалау парағымызды қолымызға аламыз. Байқаймыз, қандай жетістік критерияларға біз жеттік, қандай жетістік критерияларды біз орындай аламыз, немесе орындай аламыз. Соған сүйене отырып, біз сендермен қайтадан жетістік жолына қайтып келеміз. Сонымен балалар, қарайтын болсақ, біздің жетістік жолына не байқадық? Қараңдаршы? Не байқадыңдар? Сержан. Білмеймінге ешкім тұрмапты. Ол өте жақсы ба? Ол өте жақсы, қол соғып қояйық өз-өзімізге. Ал қалғандарымыз өз орнымызды анықтаған екенбіз. Сондықтан қазір сендер неге сол орынды алдыңдар? Дәлел айтасыңдар, дәлелдеп бересіңдер. Сонымен, Виктория. Мен басында білмеймінге тұрдым, ал соңында мен білемінге тұрдым.
білемін, теңдіктерді білемін, теңсіздіктерді ажырата аламын. Жақсы. Басында мен білмеймін деп тұрдым. Ал соңында мен басқаларға көмектесемін. Өйткені теңсіздіктерді білемін, теңсіздіктерді білемін, теңдіктерді теңсіздіктерден ажырата аламын. Теңсіздіктерге тиісті санды таба аламын. Әріптің орнына сан қойып мәнін табамын. Теңсіздік құрастыра аламын. Жақсы. Ал енді кәнекей біз қайтаран мына кестеге қайтып келейік. Балалар, қараңдаршы, басында білмеймін деп бізде екі бала тұрған екен. Ең соңында не қоямыз? Нөл. Білемін. 3 бала. Түсінемін, орындаймын. 4 бала. Басқаларға көмектесемін. 9 бала. Балалар, амына кесте бойынша сендер не айта аласыңдар? Не айта аласыңдар? Сержан айта қойшы. Басында білмеймін де 2 бала болды, ал қазір 0 бала болды. Басқаларға көмектесе аламын де басында 4 болды, ал ең соңында 9 бала. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Балалар, сондықтан осы жетістік жолына қарайтын болсақ, біз барлығымыз жақсы жұмыс жасаған екенбіз. Және жақсы көрсеткіштер көрсетеміз бірге. Сондықтан барлығымыз өзімізді мадақтайық. Оны мадақтау үшін от шашуын жасаймыз өзімізге. Жасайық па от шашуын? Ал енді барлығымыз кішкене сәл отырамыз. От шашуын жасау үшін біз барлығымыз өз